Қорапта ақ, қызыл және көк түсті асықтар бар. Ақ асық А, қызыл асық Б, көк асық С. А, Б және С оқиғалары қораптан кездейсоқ алынған асықтың сәйкесінше ақ, қызыл және көк түсті болатынын білдірсін. Бірінші есепте А плюс С оқиғасының мағынасын түсіндірейік. Жалпы бұндай есепте плюс таңбасымен берілетін болса, оны немесе деген сөзбен алмастырамыз. Немесе деген сөзбен. Дәл сол сияқты көбейту таңбасымен берілетін болса, оны және деген сөзбен алмастырып жазсақ жеткілікті. Бірінші есепте А плюс С оқиғасының мағынасына түсіндіретін болсақ, онда қораптан алынған асықтың ақ немесе көк түсті болуын білдіреді. Бұл дегеніміз қораптан алынған асықтың ақ немесе көк түсті болуын білдіреді. Екінші есепте А оқиғасының мағынасы ол қораптан алынған асықтың тек қана ақ түсті болған. Үшінші есепте А плюс Б оқиғасының мағынасы ол қораптан алынған асықтың ақ немесе қызыл түсті болуын білдіреді екен. Яғни ақ немесе қызыл түсті болуы. Яғни біз плюс таңбасын немесе деген сөзбен алмастырып жаздық. Мына жақта да плюс таңбасын немесе деген сөзбен алмастырып жаздық.